Сәлеметсіздер ме ағылшын тілін үйренушілер? Бүгін біз сіздермен ағылшын тіліндегі ең маңызды шақ present simple жайлы талқылаймыз. Ал олай болса, кеттік. Мінекей. Present simple. Немесе бұл шақты кейде present indefinite деп те атайды. Екеуі бірдей. Present simple шағы қай кезде қолданады? Яғни жалпы істеп жатқан іс-әрекеттерді айту үшін present simple шағын қолданады. Мысалы, сонымен қатар сіз күнделікті өмірде не істейсіз? Мысалы, күнделікті сағат 8-де тұрасыз, жұмысқа барасыз, бет-қолыңызды жуасыз, киінесіз, мектепке барасыз, тамақ жейсіз, мінекей. Осылардың бәрі күнделікті болып жатқан іс-әрекеттер. Осыларды айту үшін біз осы present simple шағын қолданамыз. Тағы да бір ерекшелігі бар. Табиғаттағы заңдылықтарды айту үшін осы present simple шағында қолданамыз. Мысалы, құстар ұшады, су қайнайды, жел тұрады дегендей, осындайларды айту үшін тоже present simple шағын қолданамыз. Ал олай болса, мысал келтірейік, қараңыздар. Мысалы, мен күнделікті сағат 8-де тұрамын десек. Қараңыздар. I get up at 8 o'clock every day. I get up at 8 o'clock every day. Мен күнде сағат 8-де ұйқымнан тұрамын. Get up дегеніміз бізде. Бұл бізде етістік. Не істеу, тұру деген мағынаны білдіреді. Осы етістікке қарап, біз present simple шағында тұр екенін білеміз. Яғни, мысалы, басқа шақтарда, өткен шақта, келер шақта, бұл жерде определенный бір жалғаулар, алдына бір нәрселер қосылады. Сол арқылы біз олардың өткен шақ екен, келер шақ екен білеміз. Ал present simple шағында ештеңке жалғанбайды, құр етістіктің өзі қолданады. Түсінікті ма? Get up деген екеуі бірге жүреді, ұйқынан тұру деген мағынаны білдіреді. Мен, орын тәртібі бойынша қараймыз. Бірінші бастауыш тұрады. Мен, кім мен? Get up, тұрамын. At дегеніміз бізде ол предлог, сағаттың алдында қолданады, 8 o'clock, сағат 8-де, o'clock дегеніміз сағат, every day дегеніміз күнде. Сен сағат 8-де күнде тұрасың деп қалай айтамыз? Тура осылай. Қараңыздар. You get up at 8 o'clock every day. Сен сағат 8-де тұрасың күнде. Ол сағат 8-де тұрады күнде. Егер қыз болса, қыз болса she. Егер олда айтқыларыңыз келсе he. Егер жаны жоқ, немесе жаны жоқ заттар, немесе жануарларды айтқыларыңыз келсе it. Gets up at 8 o'clock every day. Қараңыздар. Үшінші жақ жекеше түрінде етістікке міндетті түрде s жалғанады. Осыны ұмытпаймыз. She gets up at 8 o'clock every day. Ол күнде сағат 8-де тұрады. She'нің орнына бізде Айман, Жазира, адамның аттары тұрады. Айман gets up at 8 o'clock every day. Арман gets up at 8 o'clock every day. So, it ұйқысынан тұрады сағат 8 десек, dog gets up at 8 o'clock every day деп айтамыз. Түсінікті ма? Яғни басқа, бұл бізде жекеше түрі, ұмытпаймыз.
жекеше. Енді көпше түрін қараймыз. Көпше түрінде біздер ұйқымыздан тұрамыз. We get up at 8 o'clock every day. Біздер сағат 8-де ұйқымыздан тұрамыз күнде. Арғарай кете береді. Тура осылай. Сендер немесе сіздер ұйқыларыңыздан тұрасыздар сағат 8-де десек, тура осылай кете береді. You get up at 8 арғарай кете береді. Олар сағат 8-де тұрады десек, they get up at 8 кете береді арғарай, тура осылай. Қараңыздар, тек қана жекеше түрі, үшінші жақ, білеміз, бірінші, екінші, үшінші жақ жекеше түрінде ғана естіке іс шығынады. Осылай, ерекшелігі осындай. Одан кейін present simple шағы екенін қайдан білеміз бұл сөйлемнің? Мыналардан білеміз. Every day, яғни every дегеніміз бізде ол күнде деген нәрсені біледі. Күнде. Every night, әр түні. Одан кейін every month, әр ай сайын. Every year, әр жыл сайын. Мысалы мен әр жыл сайын Алакөлге барамыз десек, ол да бізде present simple шағына кіреді. Өйткені ол регулярно, яғни күнделікті, яғни жыл сайын істелінетін іс-әрекет, привычка болғандықтан, ол бізде present simple шағына кіреді. Жыл сайын, ай сайын, яғни привычкаға айналған іс-әрекеттер бәрі present simple шағы болып есептелінеді. Often деген сөздер бар, яғни оның определенный бір үстеулері бар, оны жаттап алу керек. Осылармен қолданса, ол бізде present simple шағы болып табылады. Often дегеніміз жиі деген мағынаны береді. Жиі, мысалы, мен жиі мамамның үйіне барып тұрамын. I often go to my mother's home. Always дегеніміз әрқашан. Мысалы, ол әрқашанда бақытты. She is always happy дегендей. Әрқашан. Every day, every year айттық, яғни every мен келетіндер бәрі present simple болып табылады, әр. Тағы да бірнеше түрлері бар, оны жаттап алу керек сіздерге. Мысалы, кейбір тестер айтады, present simple тап дейді. Қайдан табамыз? Осыларға мән аударамыз, осылар болатын болса, ол present simple болады. Түсінікті ма? Бұл мен сіздерге түсіндіргенім болымды сөйлем. Present simple'дың question дейді. Question дегеніміз бізде ол сұраулы сөйлем. Present simple'да сұраулы сөйлем қалай жасалынады? Міндетті түрде do қолданады алдына. Қараймыз. Do. Do бізде сөйлемнің ең басында тұрады. Сіз сұрақ қойған кезде do мен қоясыз. Мысалы, do you speak English? Сіз ағылшынша сөйлейсіз ба? Do you eat burger? Сіз бургер жейсіз ба? Do you drink coffee? Кофе ішесіз ба? Do you live in Almaty? Сіз Алматыда өмір сүресіз ба? Көрдіңіздер ме? Бәрін do мен қоясыздар. Мысалы, do you live in Almaty? Сұраулы сөйлем, Сіз Алматыда тұрасыз ба? Мен Алматыда тұрам ба деп өзіне де сұрақ қойсаңыздар болады. Do I live in Almaty? Неке. Яғни сөйлемдерді осылай жіктейсіздер. Мен Алматыда өмір сүрем ба? Do I live in Almaty? Сен Алматыда өмір сүресің ба? Do you live in Almaty? Үшінші жақ жекеше түрінде өзгеріс болады. Қараңыздар. Does қолданамыз. Does қолданамыз. Does he live in Almaty? Ол Алматыда өмір сүреді ма? Түсінікті ма? Бұл бізде жекеше түрі.
Ол Алматыда өмір сүре ма? Дазда ерекшелік бар. Ал көпше түрінде тура осылай кете береді. Біз Алматыда өмір сүреміз ба? Do мен қолынады, я? Кешіріңіздер. Do we live in Almaty? Сіздер Алматыда өмір сүресіздер ма? Do you live? Кете берді аралай. Олар Алматыда өмір сүре ма? Do they live in Almaty деп кете береді. Түсінікті ма? Тек қана үшінші жақ жекеше түрінде present simple'да өзгерістер болып тұрады. Соған мән аударамыз. Енді present simple'дың болымсыз сөйлемін үйренеміз. Болымсыз сөйлем дегеніміз білеміз, я? Жоқ, емес, мен Алматыда тұрмаймын, мен кофе ішпеймін, мен кола ішпеймін, яғни болымсыз сөйлемдер бұлардың бәрі. Қалай жасалынады? Мысалы, мен шай ішпеймін деп айтсақ, қалай айтамыз? I, жекеше түрде біз қойын. I don't drink tea. I don't drink tea. Сен шай ішпейсің. Я? You don't drink tea. Ол шай ішпейді. She does not drink tea. Көпше түрінде. We don't drink tea. Арғары кете береді. You don't drink tea, я? They don't. Кете береді арғай, тура осылай. Ал сіздерге сабақ ұнаған болатын болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және подписаться етіңіздер. The lesson is over. Goodbye.